Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында ұлттық анимация саласына өлшеусіз үлес қосқан режиссер, аниматор Әмен Қайдаровтың атымен аталған анимациялық кинофестиваль өтті. Шараның басты мақсаты қазақ анимациясының дамуына ықпал ету және жас буынға қолдау көрсету. Фестивальге келген құрметті қонақтардың қатарында алғашқы қазақ мультфильмі «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» туындысын түсірген шығармашылық топтың өкілдері Галина Дусенко мен Эрнест Байсейітов болды. Амен Animation Film Фестиваль қоржынына 80-нен астам өтінім түскен. Байқауға 51 жұмыс іріктеліп алынды. Бұл жұмыстар 9 номинация бойынша сарапқа салынды. Бүгінгі болып атқан фестиваль Амен ағаның атымен аталып атқаны өте қуанышты. Өйткені ол кісі өзінің бүкіл саналы өмірін осы балаларға арналған. Мынандай анимациялық фестивальдардың көбірек бола бергені дұрыс. Өйткені мынау Қазақстанның анимациясы жоқ дегенде сөздер бар. Негізі ондай емес. Біздің жасалып жатқан дүниелеріміз шет жақтарға көп шығып жатқан жоқ. Көп кинофестивальдерге қатыстырылып жатқан жоқ. Во всех странах барлық елде анимацияға мемлекет тарапынан қолдау бар. Өткен анимацияның шығыны көп. Кейде ол ақталмауы да мүмкін. Бірақ біз төл өнімдерімізді көбейтуіміз керек. Шетелдік туындыларды сатып алу әрине оңай әрі тиімді. Бірақ шетелдік анимация біздің менталитетке келмейді. Ол балаларымызға өздерінің құндылықтарын сіңіріп жатыр. Сондықтан мемлекет отандық анимацияны қолдауы тиіс. Бұл фестиваль жас аниматорларға мотивация береді. Өз жұмыстарын үлкен экранға көрсетуге мүмкіндік береді.